Бұл елде сақалға ғана емес, хиджабқа да тыйым бар. Ел президенті Эмомали Рахмон, біз дін деп жүріп, өз мәдениетімізді ұмытып, арапқа айналмауымыз керек. Араб қыздары шөлдегі ыстықтан қорғанып, беттеріндегі сұлулықты сақтау үшін бүркенуі қажет. Ал біздің ел жанға жайлы, дейді. Хиджаб киген қыздар мемлекеттік жұмыстарға алынбайды, мектептерге қабылданбайды. Оның орнына ұлттық киімдер кию керектігі айтылуда. Ұзын көйлек және орамал. Қыздар өздерінің тарихын ұмытпай, ата-әжелерінің дәстүрін сақтауы қажет. Әйтсе де елде батыстық киімдерге ешқандай тыйым салынбаған. Сіз емін-еркін джинси шалбарды, шетелдік брендтегі көйлектерді кие аласыз. Дегенмен қыздар қысқа көйлек, ал жігіттер қысқа шалбар кие алмайды. Менің ойымша ұлттық киімдерді насихаттау жақсы сияқты. Біздің көшелерде де қысқа юбка киген қыздардың орнына қазақи нақыштағы ұлттық киім киген қыздар жүрсе керемет емес пе? Дінге қатысты бұл елде тағы көптеген тыйымдар бар. Мешіттерде және үйлерде адамдардың жиналуына шектеу. Қорғаныс ретінде мешіттерде бейне бақылау камералары мен темір тексергіштердің көбеюі. Имамның айтқан әрбір сөзі, әрбір кітап бақылаудан өтеді. 35 жасқа толмаған ер адамдар қажылыққа бара алмайды.